Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бешбармақтың қамырын илеудің 3 тәсілін көрсететін боламын. Және де сол қамырды 5 минутта дөңгелек етіп, біркелкі етіп, қалай тез жаю керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші тәсілін көрсетемін. Ең алдымен бізге сарығыш керек болады. Міндетті түрде газдалған болу керек. Жарты стакан газдалған суымызды құйып аламыз. Жарты стакан суымыз ол бізде бір зуала болып есептелінеді. Және де тұз, бір жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Міндетті түрде қаттылау қылып илегендеріңіз дұрыс болады. Мінекей біздің бірінші қамырымыз дайын болды. Мұнда бізде қазымыз, етіміз қайнап тұр. Біз екінші қамырымызды осы еттің сорпасынан дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сүзгіден өткізесіздер және суыту керек. Суыған соң бір жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Сорпамыздың тұзы бар, сондықтан тұз қосудың қажеті жоқ. Бұл жерде де қамырымызды қаттылау қылып илеп аламыз. Мінекей біздің екінші қамырымыз дайын. Үшінші қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін бізге салқын жарты стакан су, тұз және бір жұмыртқамызды қосып қамыр илейміз. Бұл жерде айта кететін нәрсе, әр зуалаға бір жұмыртқадан қосып отырасыздар. Және де қаттылау қылып илейсіздер. Болды, сіздердің қамырларыңыз мінсіз болып шығатын болады. Мінекей үшінші қамырымыз да дайын болды. Қамырларыңыздың июі қануы үшін 2 рет, 3 рет осылай қайтарып қоясыздар. Он 15 минуттан кейін біз қамырымызды жая бастаймыз. Қамырымыздың екі шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай басып аламыз. Одан соң ортасын қолдың көмегімен ұнымызды себе отырып, қамырымызды қолымызбен жайып шығамыз. Қамырда сіздердің қолдарыңыздың ізі қалып кетті. Сол үшін бірінші оқтаумен бетін осылай тегістеп шығамыз. Одан соң бір шетінен бастап орап, екі шетін баса отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Достар, менің тәсілім бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздің қамырларыңыз теп-тегіс, бір келкі, дөп дөңгелек болып шығатын болады. Қамырымыздың екі шетін ғана баса отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды оқтауға орап, осылай пышақпен кесіп шығамыз. Мен өзім 4 бөлікке бөлемін. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған сорпамызға салып, пісіріп аламыз. Мінекей достар, ешқашандай жыртылмайды, езілмейді, сынбайтын қамырымыз дайын болды. Үстіне майымызды, пиязымызды жағып, бетіне етімізді, картоп, сәбізімізді салып әсемдейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Келесі менің видеоларымды көру үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.